Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тойымды болып шығатын королевская ватрушканың рецептін ұсынамын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз сүзбемізге 3 үлкендеу жұмыртқа жарып аламыз, сосын қант қосамыз және ванильді қант немесе ванилин қосамыз. Сосын барлығын блендермен жақсылап езіп аламыз. Бізде осындай бір келкі сұйықтау масса болу қажет. Енді қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін мұздатқыштан шығарылған сары майымызды осылай ұнға малып, үккіштен өткіземіз. Егер осылай ұнмен араластырып отырып үккіштен өткізетін болсаңыз, өте ыңғайлы болады. Және қолымызбен осылай жақсылап езіп, ұнмен бір келкі етіп араластырып аламыз. Бізде осылай крошка, яғни пайда болады. Оның үстіне қант және қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Бұл қамырды илеудің қажеті жоқ, осылайша дайын болады. Енді формамыз дайындаймыз. Менде 22 сантиметрлік форма. Оған пергамент қағазын төсеп, жан-жағына да пергамент қағазын осылай қойып шықтым. Сосын қамырымыздың үлкен, яғни көптеу бөлігін толығымен салып аламыз да, оны қасығымызбен жайлап осылай жаямыз. Сосын осылай нығыздаймыз, жан-жағына бортиктер шығарамыз. Егер қамырыңыз тым жұқалау болып бара жатса, тағы да сондай қамырдан алып, сеуіп шықсаңыз болады. Ақыр соңында осылай қолымызбен де жақсылап нығыздап, осылай формасын келтіреміз. Яғни сізде бортиктері үлкендеу, биіктеу болу қажет. Енді біз сүзбемізді құямыз толығымен де. Бортигіңіз биік болғандықтан осы сүзбелі массамыз ағып кетпейтін болады. Енді осыны жайлап, жан-жағына жақсылап жеткізіп, толығымен осылай бетін тегістеп аламыз. Енді үстіне қалған қамырымызды осылай қасықпен жайлап сеуіп шығамыз. Ақырында кішкене тегістеп, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 45-50 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Пирогымыз піскенде осылай ортасы ісіп, көтеріліп тұрады, бірақ оны біз суытқан соң ол түседі. Шамамен 2 сағаттай формадан шықпай осылай суытып алдым. Енді формадан шығарамыз да кесуге болады. Ыстық күйінде кесуге болмайды, себебі ішіндегі сүзбесі қатып үлгермейді. Бұл пирог өте дәмді, тойымды әрі нәзік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Балаларға да, үлкендерге де ұнайтыны сөзсіз. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар және каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдағы шығатын жаңа видео рецепттер жібере алмас үшін колокольчикке басып қойыңыздар.